Дорогие друзья, дорогие казахстанцы, наступает время, когда мы должны чествовать всех казахстанцев, участников Великой Отечественной войны, работников тыла, кто принимал непосредственное участие в Дне Победы. Это праздник со слезами на глазах. Участников войны осталось очень мало. Должны как никогда соблюдать мир и дружбу. Мына келе жатқан мейрам жеңіс күнімен құттықтаймын. Майданға аттанған жолдастарымыз, ағаларымыз бар. Солардың жатқан жерлері жайлы болсын, топырақтары торқы болсын, өрлері нұр менен жарық болсын. Қиындыққа төзіп, әр уақытта біз біргеміз. Не было войны никогда. Бұл соғыс барлық ұлт тұсынан өткізді. Қазақтың батыл, төзімді, алғыр азамат екенін соғыс көрсетті. Любите свою страну. Ұлы Отан соғысының 75 жылдығы құтты болсын. Сол соғысқа қатысқан азаматтардың өмір жастары ұзақ болсын.